Ең қарапайым нәрсе имам Абу Ханифадан келеді. Бір хадис келеді. Жауһарун Нақия деген кітапта келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазда қолын қайда байлады мәселесінде. Көп адам айтады, қолды байлау мына жерде келмеген, ол заиф хадис, анау хадис, мынау хадис. Бұны айтып кеттім мен, бірнеше жерде сахих екен. Тағы да бір сахих хадис айтып отырмын. Және бұл сахих хадис қарапайым кішкентай ғана емес. Ол кітапта былай дейді: имам Абу Ханифа өзінің ұстазы Хаммад Асуаттан, ол Алиден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеттен болады, сүннеттен, яғни пайғамбардың көрсеткенінен болады, намазда қолды кіндіктің астына қойып тұру керек деп айтылады. Бұл сахих хадис. Бұл сахих хадис. Әзіреті Алидің сөзінен имам Абу Ханифа екі қадам арқылы келіп отыр. Өзінің ұстазы Хаммад, одан кейін Асуат деген сахаба. Одан кейін бірден сахаба. Сонда пайғамбарға 3-ақ адаммен жетіп отыр. Түсінесіз ба? 3 адам өтеді, 4-шісі пайғамбар болып тұр. Ал Сахих Бухариде 3-еулік хадистер бар жоғы бір 20-ға жетер жетпес. Бүкіл 6000 хадистің ішінде. Бұл кісілердің қолды көкірекке қойды деген хадисі 4 немесе 5 адамның риуаятымен келеді. Және оның барлық риуаяты Муаммил деген бір адамның жолынан өтеді. Және бір ауыздан ғалымдарымыз, имам Ахмад сынды үлкен мұхаддис ғалымдардың өзі айтып кеткен, Муаммил деген адамнан хадис алынбайды дейді. Яғни қолды көкірекке қойып тұру деген хадис, ол хадис алынбайтын адамның риуаяты. Хадис алынбайды ол адамнан. Бірақ соны сахих деп жеңістік бермей отырады. Неге десе, ол өзінің білімі жоқ. Маған пәленше айтты деп жеңістік бермейді. Бірақ Абу Ханифа мұжтахид ғалым, ана пәленшеден жоғары ғой оның білімі. Абу Ханифа маған өзінің кітабында, мысалы, сөйтіп айтылған ғой. Менің ұстазым Абу Ханифаның мына сөзін былай деп жеткіз. Мысалы, өз басым имам Абу Ханифаның риуаятынан келген Жами ас-Сағир деген кітапты білем. Сол кітапта Мұхаммад Хасан Шайбани имам Абу Ханифадан бірден риуаят етіп айтады. Имам Абу Ханифа пайғамбарымыздың намаз оқу әдісін былай деп көрсетеді: қолды кіндіктен төмен қою керек деп айтады. Мұжтахид ғалым адам айтып тұр. Сізге студент бала айтып тұрған жоқ. Студент бала айтып тұрған жоқ сізге. Мен ұстазым айтты былай екен деп. Жоқ. Мұжтахид ғалым адам айтып тұрса, кімнің сөзін тыңдайсыз? Жоқ дейді олар. Мен ана кісінің сөзін тыңдайын дейді. Ол надандық болады, бауырлар. Бұның өзі көзін жұмып алған сопыға ұқсаған тірлік болды да. Біреулер ақыры сопыны жамандайды ғой. Сопы деген кім десе, ана өзінің ұстазының айтқанын көзі соқыр болып, соңынан ере беретін адам дейді. Дәл осы көзі соқыр болып еріп жүрген адамдар көпшілігі мен суннамен жүрем деген адамдар. Көзін жұматта пәленше айтты, қолыма қызыл жалау ұра береді. Оның ақ қарасын өзі тексеріп ашпайды. Әділеттік үшін шын осы хадис келген ба, ашып көрейік, басқа ғалымдар, анау ғалымдардың сөздерін естейік демейді. Өйткені ол кісілер өзін ғана естірту үшін былай деп айтады: бұлардың барлығының ақидасы қате. Олардан Абу Ханифаның сонда ақидасы қате. Олар сахих хадис, тіпті Құранның аятын оқып тұрса да одан естімеңдер деп айтады. Сонда Құранды естіме деп айтады. Алланың сөзінен тыяды. Пайғамбардың сөзінен тыяды. Сіздің қолыңызда сол адамға сенбесеңіз, Құранда айтқан: инжаакум фасиқун бинабаин фатабайяну. Егер сізге бір күнәһар адам келіп бір хабар айтатын болса, сол хабарды тексеріп көріңдер дейді. Яғни әшейін ғана күнәһар адам келді, мен тыңдамаймын деме дейді. Құран-ы Кәрімде не дейді? Бір хабар айтса тексеріп көріңдер деп айтқан сөзі бар ғой. Тіпті сонда имам Абу Ханифа фасиқтың үкімінде де болмай қалды ғой. Астағфирулла. Бауырлар, не деген надандық бұл? Бауырлар, әділетті болыңыздар. Әділетті болыңыздар.
ананың да мынаның да емес, адамның сөзіне тұрмаймын десеңіз, өзіңіздің біліміңіз жетсе ізденіп көріңізші, сол хадистерді ізденіңіз, оқыңыз, пайғамбардың шынымен намазы қандай болды екен, мынау ғалым былай түсіндірді, мынау ғалым былай түсіндірді, ашып көріңізші. Бірақ сіздің біліміңіз жете алмайды ғой ол хадистің қаншалықты құндылығына. Сізбенен біз сияқты қара жаяу адам алдына бір хадис келсе, оның құнын, оның қадірін біле алмаймыз ғой.